Қазақ тілі қазаққа ғана керек деген ескі ұғым баяғыда жойылған. Себебі қазақ тілін жүрегімен түсініп, салтын ерекше құрметтеп жүрген өзге ұлт өкілдері көбейіп келеді. Соның айқын бір дәлелі біздің Данил атты кейіпкерлеріміз. Ұлты орыс болғанымен қазақ тілінде еркін сөйлейді. Қазақ тілінде сөйлеп қана қоймай, қазақы болмысты жан тәнімен түсінеді. Данил жай ғана кейіпкер емес, ол қазақ тілінің шекарасы ұлтпен шектелмейтін буынның жарқын өкілі. Данил 2006 жылы Қарағанды облысы Бұқара ауданында дүниеге келген. Оның қазақ тіліне деген қызығушылығы бала күннен басталған. Алғаш қазақша күрес үйірмесіне барып, қазақ балаларымен араласа жүріп, тілді тез меңгеріп кетеді. Кейін мектептегі ұстаздарының да бағыт-бағдар беріп, қолдау көрсеткені үлкен септігін тигізді. Тренировкаға барғам, сол жерде бәрі қазақша сөйлейтін. Сол кішкене солармен жүріп, үйреніп, сосын қазақ тілінен мұғалім болған менде, жақсы мұғалім. Сол көмектескен маған. 1-ші сыныптан бастап 5-ші сыныпқа дейін. Бәріне үйретіп, грамматика бәрін. Сол үйреткен қазақ тілін. Сонымен грамматиканың бәрін сразу оқып, сонымен ақындап келдім. Кейде оның қазақша еркін сөйлейтін сырт келбетіне қарап ешкім аңғара бермейтін. Сондай қызық сәттердің бірі кейіпкеріміздің есінде ерекше сақталыпты. Болған енді екеуі тұрып, мен туралы, например, әңгіме айтып, мен де үндемей тұрып, тыңдап, содан кейін айттым жігіттерге. Олар таң қалатын, мынау қалай қазақша сөйлеп жатыр деп. Сосын қазір енді уже бәрі білет, окружением бәрі. Үйдегілер, тренировкада, жарысқа шыққанда уже бәрі таниды, бәрі білет қазақша сөйлейтінін. Данил үшін қазақ тілі жай ғана қарым-қатынас құралы емес, ол қазақтың салт дәстүрі мен ұлттық құндылықтарына да ерекше құрметпен қарайды. Ұлттық тәрбиеден сусындау сол халыққа деген шынайы сыйластықтың белгісі деп біледі. Негізі, былай ойлап тұрсаншы, қазіргі уақытта, например, бәрін білем мен. Қазақша қалай не істеу керек, например, қонаққа барасын, қалай не істеу керек, соның бәрін. Соның бәріне үйреніп алдым мен. Спортқа 5 жасынан қадам басқан ол бірден қазақша күрес үйірмесіне жазылады. Кейіпкеріміздің айтуынша, бұл спорт түрі тек күштілікті емес, сонымен бірге болаттай берік мінезді қалыптастырады. Күрес бозгілем оның ортасын кеңейтіп, қазақы болмысқа жақындата түсті. Ана тіліміз ғой, Қазақстанда туылғанбыз, білу керекпіз ғой қазақ тілін. Любой жерге барасың, любой жерге жұмысқа тұрғанда, универге, анда-мында көп жерде көмектесті маған қазақ тілі. Төгілген тер мен табандылықтың арқасында Данил бүгінде спортта да толайым табыстарға жетіп жүр. Түрлі деңгейдегі дүбірлі додаларда топ жарып, байрақты бәсекелерден олжалы оралып жүрген жайы бар. Спортқа келдім мен, атама келді. Осы бала күрессін деп. Сол 5 жасынан бастап жүрік. Қазір 20-ға келем, 15 жыл болды. Біраз нәрсе көрдік спортта. Қиыншылықта көрдік, қуанатын кезде болды. Жақсы, өкініп атқан жоқпын спортқа келген. Берді андай таныстар, любой жерге барасын, таныстар болады зато. Андай спортта айтады ғой, спортта ең жақсы адамдар спортта болады дейші. Ең жақсы достар, например, көп достар сол. Спортта таптым мен. Бізде әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар, бірақ олимпийский видқа кірмейді. Сол олимпийский вид істеп, олимпиада бәріне тоже қатыстырып, дзюдо сияқты. 2 рет Қазақстан Республикасының чемпионатында қола жүлдегер атандым. Республикалық турнирлерде чемпион болдым. 2 алдым, 3 алдым. Облыс чемпионатты 7 рет өттім. Азия чемпион болу. Содан кейін уже көреміз ғой. Пока сол. Елдос Сметов бар. Сол олимпиаданың чемпион болды. Сол ұнайды маған андай бәрі
воспитание бар, бәрі бар. Спортта да жетістіктер жетеді ода. Андай спорттың арқылы біраз өз елім үшін, жерім үшін жүріп, олимпиадада біздің көк туымызды желбіретіп, соған ұқсап бізді ертең. Данилдың отбасы да қазақ халқының мәдениеті мен тіліне өте жақын. Шаңырақты ата-анасы мен бауырлары өзара қазақша түсінісіп, күнделікті өмірде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге атсалысып келеді. 4-5-еуміз, атам бар, анам бар, папам бар, бауырым бар. КамАЗда. Мама сотрудник, полицияда жұмыс істейді. Атам пенсионер. Тоже бывший сотрудник ол, полковник в отставке. Сол бауырым кішкентай 2019 жылғы, қазір 6-та 7-ге келеді, қазір мектепке барады сол. Сонында спортқа берем деп. Тіл үйрену үшін ең алдымен асқан ниет пен ықылас керек дейді ол. Кейіпкеріміздің пайымдауынша шынын қойған адамға 1 айдың өзі жеткілікті. Бастысы тілдік орта мен тұрақты тәжірибе. Ортам бәрі қазақтар, содан кейін күнде балалармен қазақша сөйлесем. Дем бастау керек қой. Кішкене ата-аналар айтып, ана тіліміз ғой. Сол кішкене айтып, өздері үйреткізіп, сол балаға. Енді бұлай таза чисто қазақша сөйлесу емес, енді орысшада, бірақ қазақ тіліне полный білу керек та, 100%. Сол кезде спокойно жүр. Мен, например, 2 орыс тілін білем, қазақша білем. Любой жерде орысшада, қазақшада түсіндіре берем. Сол ыңғайлы да маған. А бұлай жастар кездесіп қалады бұлай. Қазақша білмейтіндер енді. Оларға енді мен ондай жасқа жеткен жоқпын, ақыл айтатын. Өздері көреді, ертең просто өздері қиналады. Любой возрастта үйренуге болады ғой. Просто 1 айдың ішінде болады ғой үйреніп кетуге. Просто баспен кірсем болды, мотивация болса болды. Сонымен үйрене бересің ғой. Данилды алға жетелейтін ең үлкен күш оның алтын ұясы. Ата-анасының үмітін ақтап, бауырларына үлгілі аға болу оның басты мақсаты, һәм өмірде адастырмас темірқазығы. Енді ата-анаман қарап, оларды мен сияқты бірінші рет өмір сүріп отыр ғой. Соларға кішкене жақсылық жасап, солар үшін бәрі ғой. Жарысқа барасын, жақсы ғой, мамаға звондап, мама чемпион болдым деп. Солар үшін бәрін жасаймын да. Бауырым бар артынан келе атқан. Ертең ол да біреу сұраса, мен ағам деп мақтап, ол да жақсы ғой. Олар да маған қарап, үйден мотивация алып, кейбірлер енді жұмыс істейді, кейбірлер спортқа, кейбірлер сабақ оқиды. Сол мотивацияны алып, үйдегілерді қуантып, дұрыс жолға түсіп, солай жүре беру керек. Өзіміз жоғалтпасақ, біздің артымыздан келе атқан бауырларымыз оларды ұмытпайды. Бізді ұмытпау керекпіз бәрін. Не бар, соның бәрін көрсетіп, айтып, дәстүр бәрін. Соның тілін білу керексің ғой, сол жерде жүру үшін. Олар да енді бізде жүргеннен кейін біздің ана тіліміз қазақ тілі ғой. Сол олар да келіп білу керек енді. Біздің ата-бабаларымыздан келе атқан нелерімізді ұмытпасақ, бізден артымыздан келе атқан бауырларымызды ұмытпайды. Дәстүрлерімізді бәрін. Данилдың өмір жолы бір ақиқатты дәлелдейді. Қазақ тілін қастерлеу тек қазақ болу емес, осы елді мекен еткен әрбір азаматтың адамдық деңгейі мен перзенттік парызының белгісі.